Сәлем қыздар, бүгін сіздермен қияр мен ет қосылған салаттың рецептімен бөлісемін. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар: қияр, болгар бұрышы, ет, қызанақ, чеснок және аскөк. Енді қиярымызды осылай үшке бөлеміз, ортасынан тағы бөлеміз және ұзынша етіп осылай кесіп аламыз. Барлық қиярымызды осылай бөліп аламыз. Ыдысымызға саламыз. Тәтті болгар бұрышын дәл осылай кесіп, ұзынша етіп тураймыз. Үстіне саламыз қиярдың. Енді қызанағымыз тураймыз. Қызанақ міндетті түрде қатты болуы қажет. Жұмсағын алуға болмайды, суы шығып кетеді салатта. Осындай бөліктерге бөліп, көлем осындай болу қажет. Қызанағымызды да саламыз. Енді чесногымызды майдалап тураймыз. Немесе чеснок езгішпен ессеңіздер де болады. Чеснокты да саламыз. Енді укроппен петрушкамызды ірі-ірі етіп тураймыз. Шілей майдалап жібермеңіздер. Міне барлығын турап алдық. Енді осыны бір шетке қойып қоямыз. Біз енді етті қуыруымыз керек. Барлық еттің түрі жарай береді. Мендегі жылқының еті. Осылай ұзынша етіп, етті де турап аламыз. Міне етті турап алдық. Енді қызып тұрған майда қуырамыз. Астын жай қойып, кішкене тұз себеміз және бетін жауып қоямыз. Дайын болған етімізді салаттың үстіне саламыз. Дәмдеуіштер қосамыз. Қызыл бұрыш, тұз, кристаллики, шай қасық уксус, шай қасық қант және 3 ас қасық соя тұздығын құямыз. Осы рецептпен сіздерде 2 тарелка салат шығады. Өздеріңіз қалауыңызша көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Біздің салатымыз дайын болды. Енді тарелкамызға салып, бетіне кунжут сеуіп жібереміз әсемдеп. Енді столымызға қойсақ болады. Менің видеом ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыз. Толық рецепт описанияға қалдырып кетемін. Баршаңызға ас болсын.